Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Орыс тілі мен әдебиет пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдануды үйренеміз. Орыс тілі мен әдебиет пәні 10 сынып 2 тоқсан. Сабақтың тақырыбы Булгаков «Собачье сердце». Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 10.3.5 анализировать содержание художественных произведений, определяя роль композиции, избирательно-выразительных средств, деталей в раскрытии основной мысли. 10.5.1 использовать причастие, деепричастие. Сабақтың мақсаты анализирует содержание художественных произведений, определяя роль композиции, изобретательно-выразительных средств, деталей и раскрытий основной мысли. Использует причастие, деепричастие. Тапсырма. Ученики с помощью искусственного интеллекта анализируют повесть Булгакова «Собачье сердце» и представляют результаты в различных формах – схема, таблица, комикс. Оқушылар үш топқа бөлінеді. Бірінші топ – анализ композиции произведения. Екінші топ – анализ художественных средств. Үшінші топ – анализ персонажей и использование причастий, идеи причастия. Участники с помощью искусственного интеллекта анализируют повесть и представляют результаты в различных формах. Схема, таблица, комикс, грамматические конструкции. Бізде қолданылатын жиі, яғни жасанды интеллект түрлері ChatGPT және X-Mind жасанды интеллектін қолданатын боламыз. Бірінші топта анализ композиции произведения. Осы топтың жұмысын X-Mind жасанды интеллект сайтымен жасайтын боламыз. Ендеше Яндексқа кірейік. Яндексқа кіргеннен кейін X-Mind деп жазамыз. .com дегенмен жазайық. Және де осы сайтқа кіреміз. Бұл жерде перевести деген батырма да бар. Кіру. Енді бұл жерде создавать с помощью деп тұр. Осы жерге біз қазір промпты жазуымыз қажет. Міне біз осы жерге бірінші топтың промптын енгіздік және осы жерде создать деген батырманы басамыз. Бізге осы тапсырманы жасап берді, яғни бірінші топтың тапсырмасы жасалды. Бұл жерде жоғарыға қарасақ, презентацияның суреті тұр, соны бассақ. Развитие действия, яғни барлығы осы жерден де көрінеді. Енді екінші топтың тапсырмасын жасау үшін бізге ChatGPT керек. Осын ChatGPT-ді ашамыз. Екінші топтың промптын енгіземіз. Промптты көшірдік. Енді мына жерге аламыз. Осы жерден бізге қазір сурет жасап береді. Міне бізге ChatGPT өте керемет сурет жасап берді біздің жазған промптымызға. Яғни балалар осындай да жұмыстар жасай алады. Үшінші топтың тапсырмасы да ChatGPT-мен жасалады. Оған дәл осылай промпт енгізу арқылы тапсырманы жасауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.